Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге француздық картоп пісіру әдісін көрсететін боламын. Картоп өте дәмді, жұмсақ, жұпар иісті болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізге қажетті ингредиенттер 6-8 дана картоп, 1 дана пияз, сарымсақ, 50 грамм сары май, 3 ас қасық ұн, 500 мл сүт, 200 мл 20% сливки, 1 шай қасық прованс шөптері, дәміне қарай тұз, бұрыш, қуыруға сұйық май. Картоптарды арнайы теркадан жұқа слайс тәрізді етіп өткізіп аламыз. Теркадан өткізілген картоптарды противеньге вертикальды бағытта салып, дайындап шетке қоя тұрамыз. Табаға сұйық май құйып, қыздырып, үстіне ұсақталып туралған пиязды салып, жұмсарғанша қуырып аламыз. Ұсақтап туралған сарымсақты саламыз. 2 минуттан кейін сары май саламыз. Үстіне ұн сеуіп, жақсылап араластырамыз. Үш минуттан кейін араластыра отырып сүтімізді құямыз. Тұз, бұрыш, прованс шөптерін салып, сливкиді құямыз. Баяу отта қоюланғанша қайнатамыз. Картоптардың бетіне керегенше тұз сеуіп, соусты құйып шығамыз. Бетіне теркадан өткізілген ірімшік себеміз. Біздің француздық әдіспен пісірілген картопымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, жұмсақ, ауызда ериді. Жұпар иісі бөлмені алып тұр. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.